Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі көрнекілік сабағымыз кинолента жасау жолы, шаблонын барлығын қалай жасау керек үйрететін боламын. Ол үшін Яндекске немесе Google поискке іздеу жолағына кинопленка круглая деп іздейміз. Картинки бөлімінен бізге осындай кинопленканың түрлері шығады. Бұл жерде мен өзім осы нұсқаны аламын. Осы нұсқа көбірек келеді жұмысымызға. Сіздер бұл суретті копировать етіп аласыздар да PowerPoint-ға кеп қоясыздар. Мен мұнда дайындап қойдым. Екі рет қойып қоясыздар. Одан кейін келесі кинолента шаблон деп іздейміз. Кинолента шаблон, міне бізге осындай түрлер шығады. Өздеріңіз ұнатқан таңдап аласыздар. Түрлі түсті қылып алуға болады. Қайсы сіздерге ұнайды, соны таңдап аласыздар. Бір-бірден алып қоюға болады, міне осылай. Мен сіздерге мысал ретінде осы нұсқаны таңдап көрсеттім. Бұны да копировать етіп алып кеп PowerPoint-қа қоясыздар. Енді осылай қойғаннан кейін өлшемін дұрыстап аласыздар. Өлшемін былай өте үлкен етуге де болады, немесе былай ортасына дейін қоюға болады. Енді барлық главный ең бастысы, мына екі кинолентамыз бірдей болу керек өлшемі. Үстін бастым, форматқа кірдім. Міне 14:33. Енді мынау қалай екен, оны да көру керек. 14:33, бұл да 14:33, екеуі бірдей екен. Екеуі келіп тұрса болды. Енді мынау каждый бөлігіне сіздер суретті қойып шығасыздар тақырыптарыңызға қарай. Мысалы, мен бұл кинолента әдісін ашық сабаққа қолданғанмын алдыңғы жылы. Ашық сабағымның тақырыпты ашу бөлігіне қолдандым. Мына жерге бізде тақырып суды тиімді пайдалану болды. Мұнда суларды қойдым, жаңағы суда ағызып тұрған баланы қойдым, олай болмайды деп үстінен сызып. Одан кейін суға байланысты суреттер қойып шықтым да оқушылардан сұрадым. Мына көріп тұрған кинолента әдісінен сіздер не көріп тұрсыздар, тақырыпты қалай сіздер аша аласыздар деп осылай байланыстырып ұсынып көрдім. Өте жақсы өтті. Одан бөлек конкурстарға ұсындым, яғни жаңағы зерде жобасына, Абай Құнанбайұлы тақырыбына осы жерге суреттерін қойып, мәліметтерін жазып, 3-ші сынып оқушысы осы жерден кинолентадан әдістерді көрсетті. Абай Құнанбайұлы туралы мәліметтер, табиғатқа қатысты өлеңдердің барлығы. Енді өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай сіздер қолдана аласыздар. Енді мен сіздерге мына жерге бұның барлығын сіздер білесіздер. Мына жерге сіз енді тақырыбыңызға қатысты кинолента жасасаңыз, осы поискқа жазасыздар. Мысалы, желтоқсан оқиғасына қатысты ма, бірлік күніне қатысты ма, ата-аналар жиналысына ма, осы жерге іздеу жолағына жазасыздар суретті. Копировать етіп алып кеп, мына жерге қоясыздар. Мен бір сурет көрсетейін, мысалы. Кішкентай балаларға, мысалы, көрсетейін. Копировать етеміз осылай. Былай алып келіп қоямыз, вставить. Өлшемін барлығын дұрыстайсыздар. Суреттің сапасына мән беріңіздер. Суреттің сапасы әдемі қанық болып тұрса, сіздерге өте жақсы. Міне осылай қойып шығасыздар. Келесі сурет таңдайсыздар. Дәл осылай таңдап алған суретті мұнда алып кеп қоясыздар. Екінші бөлігіне вставить. Өлшемін кішірейтеміз. Былай алып келіп, дұрыстап қоясыздар. Енді бұл жерде сіздерге мысал ретінде қалай ішіне қою керектігін көрсетіп жатырмын. Осылай қойып аласыздар. Одан кейін жұмысыңыз дайын болғаннан кейін үстіңгі бөлік пен астыңғы бөліктің ортасына коробка немесе картон қағазды орап дөңгелетіп, осының жаңағы бойына сәйкестендіріп жабыстыратын боласыздар. Горячий клеймен жабыстыруға болады, немесе двухсторонний скотчпен жабыстырып көрмеген. Горячий клеймен жабыстырғанбыз біз. Горячий клеймен жабыстырасыздар да. Одан кейін мына бөліктерін распечатать етіп, мына екеуін бір-біріне жалғастырасыздар. Мынау енді басы ғой. Одан кейін келесі, мына жердегі жалғасын, осы екеуін мына жерін, мына бөлігін
мына жақтағы бөлікке клейлеп жабыстырасыздар. Содан кейін мынау жаңағы картоннан немесе коробка яғни қатты коробка несінен дөңгелетіп жасаған шеңберіңізге мынаны ақырындап жабыстыратын боласыздар. Енді мен егер тағы жасап жатсам, жасалу жолын кинолентаны қалай жабыстыру керек, қалай дөңгелету керек несін көрсететін боламын егер жасап жатсам міндетті түрде. Бұлай өте қиын емес, тек қана айналдырып шығасыздар, одан кейін жалғасы осылай кете береді. Егер ары қарай тағы да бірдеңе сурет, мәтін қоятын болсаңыз, мынаны копировать етіп аласыз да, вставить етіп, тағы да жалғастыра аласыз. Міне осылай кинолентаның жасалу жолы өте оңай. Өздеріңіз жаңағы қорытынды сабаққа қолдансаңыздар да болады. Енді ол сіздердің жаңағы фантазияларыңызға байланысты. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза аласыздар. Дара KZ каналына подписаться етуді ұмытпаңыздар. Каналда жасанды интеллектке қатысты видеолар да бар. Сонымен қатар көрнекілік сабағымызда осы жерде шығып отыратын болады. Баршаңызға сәттілік, назарларыңызға үлкен рахмет.